Біздің жалпы соңғы қатысушымыз сол Талғат енді қазақ тілді қатысушы. Бүгін бірінші жобасы. Негізі енді оның Талғаттың қатарластары төртінші жобаға келіп қалады, бірақ Талғатта бүгін алғашқы жобасы, алғашқы рет осы сахнаға шығуы, поэтому да, это его первый раз. Давайте максимально поддержим, поаплодируем. Талғата. Кеш жарық достар, мен енді өзім жайлы айтатын болсам, Союз кезінде, СССР кезінде дүниеге келгем. Сол СССР кезінде ол бәрі өзгеше болды. Ол кезде жаңа қазіргідей емес, вообще басқаша болды. Енді соны нақтылап айтатын болсақ, ол кезде енді мынау біріншіден сотка болған жоқ. Жаңа автобустың қатынастың өзі сондай, мен ауылдық жерде өстім ғой, ауылдық жерде туып өстім, содан қатынастың өзі автобус күтіп тұрасың жарты сағат ауданға бару үшін. Одан кейін ол ауданнан келем дегенше, ол шамалы тиынның жаратып қоясыңдан жаяу келесің, экономдап сол сияқты қызық нәрселер болған. Мен де бірінші мектепке баратын кезімде, мысалы, еске түсіп жатыр қазір. Сонда бір ауыз айтып кетейін. Әпкем бір мектепке баратын кез болды, өзім жетіге толдым ғой. Сол кезде әпкемнен сұраймын ғой, мектеп қандай деймін, ой, күшті парталар бар, отырасын дейді. Ол кілем төсеулі бола ма, аяқ киім шешіп береміз ба деп сұраймын ғой. Сөйтсем бәрі күледі. Осылай. Ол кезде енді ерекше ғой, сезім деген. Мектепке де бардық, мектептің өзі де 10 класты бітірдік, сөйтіп азамат болып, әскерге бардық, армияға. Ол кезде Союздың кезі Россияға служить етуге бардым. 2 жыл служить етіп, служить етіп келгеннен кейін шамалы жұмыс істеп жүріп, Семейге оқуға түстім. Семейді бітіргеннен кейін енді ары қарай жұмыс болмады. Тоқыраудың кезі 96 жылғы. Келдік тағын, сол Алматыға келіп, әпкем осы жақта тұғын, соған көмектесем деп келіп, осында қалып қойып, шамалы немен айналысып, бизнеспен айналысып, соның арқасында шамалы өзімді көтеріп, әйтеуір Аллаға шүкір, қазір жағдайымыз бір қалыпты. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға.